Алматы облыстың аймақтық үйлестіру кеңесі жыл басынан бері кәсіпкерлердің 258 жобасын қарап мақұлдаған. Олардың несиелік жалпы құны 15 миллиард теңгеден асады. Бұл туралы облыстық әкімдіктің баспасөз қызметінің өкілдері Қаратал ауданында өткен пресс-тур кезінде айтты. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне жартылай фабрикаттар мен кондитер өнімдерін шығаратын және ағаш өңдеу цехтарының, ателье, мал бордақылау кешені, сондай-ақ сүт зауытының жұмыстары таныстырылды. Олардың кейбірі мемлекет көмегімен жаңа жабдықтар сатып алса, енді бірі өндірісін кеңейткен. Ел жұртқа мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін түсіндіру мақсатында мұндай пресс-турлар облыс аумағында енді ай сайын 2 мәрте ұйымдастырылып тұрмақ. Біздің енді жоспарларымыз тағы да өнімнің жаңағы өзіндік құнын, қазіргі жағдайға байланысты өзіндік құнын төмендету, осыған үлкен күш салуымыз керек. Сонан кейінгі өнімнің сапасын арттыру.